Лайк басқандан неге аясыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бисмилла деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ме? Комментарий жазып. Украинге беріліп отырған қару жеткілікті. Неге ары қарай орыстың басқа да ірі маңызды нысандарын жарып жібермейді деген бір күдік ұялайды жұрттың өзіне. Бұл жердегі басты соғыс тактикасы қансыратып, әлсіретіп, соғысты ұзаққа созып, Ресейді барлық адами ресурстардан, қару-жарақ ресурсынан айыру. Себебі орыста қазір адам ресурсы қалмайды. Соғыста өлген орыстардың, жалпы Ресей Федерациясы азаматтарының ұзын ырғасын өткенде Украинаның қорғаныс министрлігі жариялады. Өте сұмдық сан. Бұл туралы бұрынғы лекциямызда айтқандықтан айтпаймыз. Өте ұзақ сан. Бұның өзі Ресейде қазір соғысқа жарамды адамдардың қалмағаны соншалық. Якутия сияқты Ресей Федерациясының құрамындағы елдерде көшедегі жүрген 15-16 жастағы мектеп баласына дейін бас салып ұстап, қолына АК-47 ұстатып Украинаға жіберген. Нәтижесінде Украинада тұтқынға түскен якут сақалардың балалары АК-47 деген автоматтың бар екенін естімеген, бірінші рет ұстаған, бар болғаны бірнеше сағат оқты далаға атып үйреткен, сөйтіп ешқашан әскери қызметте болмағанына қарамастан алып келгенін айтып отыр. Бұл Ресейде жарамды соғысқа жарамды азаматтардың қалмауының себебі, біріншісі Ресейдегі бюрократия, коррупция. Себебі ол жердегі әскерлердің бәрі қағазды әскер. Жоғарыдан оларға айлық, ақша, азық-түлік түсіп отырады. Оны басшылар, генералдар жеп отырады. Ал олардың барлығы баяғысында алқаш боп, жынды боп, арақ ішіп, Наташамен 10 рет үйленіп, Саташамен 100 рет ажырасып жүрген жаңағы қағазда бар әскерилер. Енді келіп оның орнына міне күні кеше Ресейде қазақтарды, шешендерді, жаңағы башқұрттарды, ноғайларды енді келіп Сақа якуттерді соғысқа алып жатқан, мектеп баласын алып жатқаны бүкіл дүниежүзінің ақпаратында айтылып отырса, одан да сұмдығы енді түрмедегі сотталғандарды жаппай армияға алып жатыр. Ал батыстың басты мақсаты да Путинді осы Украинаның даласында соғыспен ұстап отыру. Ал қазіргі соғыстың жағдайы қызық. Қазіргі алдыңғы шептегі соғыстың жағдайы бір-біріне соғыстың үлгісі формасы жағынан батыс ақпараттарының жазуына қарағанда бұл кәдімгі бірінші дүниежүзілік соғысқа ұқсайды. Екінші дүниежүзілік соғыс емес, бірінші дүниежүзілік соғысқа ұқсайды. Бір-біріне тек зеңбірекпен оқтар атады, болды. Бір-біріне себебі алдыға шапса адамдар қырылады. Украиндардың қолында ең озық үлгідегі жасанды ақыл парасатпен басқарылады. Танкі келсе танкіні, басқа келсе басқаны ұратын, 7-де 10 километрден қырып түсіретін қарулары бар. Сондықтан алыс аралықтан бір-бірінен зеңбірекпен атқылап қана жатыр. Бұл бірінші дүниежүзілік соғыстағы жағдай сияқтыға келіңкірейді деп отыр. Ал Украинде батыстың жаңағы мамандардың пікірін тыңдап, соғысты ұзаққа созып, орысты мүмкіндігінше халықаралық санкцияларға бөктірген жағдайда, яғни қарызға, батпаққа батыра түсіп, ең соңында әлсіретіп, орысты сырттан ештен туатын бір саяси өзгеріске мәжбүрлеу. Қазір өткеннен бері аспандап тұрған рубль енді құнсызданып бастады. Бұл тек көшкіннің басы ғана. Енді домино эффектісі бойынша алдағы уақытта Ресейде үлкен қаржылық дағдарыс басталады. Ең сұмдығы, орыстың әскерлері украиндермен бизнес жасап жатыр. Еуропаның бір медиасында жазылған ақпаратта құны 7 миллион доллардан артық тұратын әскери техниканы орыстың әскерлері украиндермен сөйлесіп, небәрі 150 мың долларға сатып жіберген. Міне, соғыс болып жатқан жерде бұндай бизнестің болуы да ақпаратқа сирек шығады. Ал украиндар барынша бұл ақпарат жасырады. Себебі бұндай болатын болса, КГБшниктерін қаптатып, Путин бұндай бизнестің жалғасып кетуінің алдын алуы мүмкін. Сондықтан бұндай ақпаратты ақша алған орыстың генералдары да жасырады, танктерді сатып алған Украинде жасырады. Бірақ біз там-тұмдап жеткен ақпараттардан бұны біліп отырмыз. Ал бұдан басқа қанша масқара болып жатыр. Украиндер, егер кімде-кім берілсе, Украинаның азаматтығын береміз, үшінші елге кетем десе, жолға саламыз, 10 мың доллар қолын ұстатамыз деп жариялағалы, қызық қайдан келгені белгісіз, қазір Америкаға якуттер сақалары қаптап кетті. Шынында соғысамыз деп алдыңғы шепке барып,
ақ туын көтеріп украиндарға беріліп, 10 мың долларды қалтаға басып, Украинаның берген анықтамасымен Еуропа, Америка асып жатқан Ресей солдаттары да көп деген әңгіме бар. Бірақ бұндай ақпаратты қазірше ашық медиалар жазып отырған жоқ. Шынында ертең Путиннің соғысқа салар бір танкісі, бір зеңбірегі, бір әскері қалмағанда орыстар өздігінен тасталқан болуы бек мүмкін. Анығында Индонезияның Бали аралында болатын үлкен 20-лықтың жиналысына Лавров барды. Лавровты көрген қалған атақты бай дейтін, яғни үлкен жетіліктен тыс, үлкен 20-лық дейтін, яғни әлемнің екінші кезекті жаңағы мықты қуатты елдерінің жиналысы болатын, жетіліктен бөлек сол жиналысқа Лавров барды. Себебі бұл жиналыстың ашылуына Путиннің келмесін деп қаншама елдер талап қойды. Ал Путин тек онлайн сөйлейді деген ақпарат бар. Путин онлайн видеода сөйлесе, жұрттың бәрі орнынан атып тұрып, кетіп те қалуы мүмкін. Бірақ Лавровтың өзінен бейне алапестен қорыққандай, бейне бір обасы бар адамнан қорыққандай, бүкіл басшылардың Лавровпен фотоға түсуден де бас тартқаны бүкіл әлемнің медиасында шу-шұрқан болып талқыланып жатыр. Анығында орыс үлкен масқара, үлкен тірліктің алдында тұр. Орыстың халқын көз ашық, көкірек ояу деуге келмейді. Путин сияқты есерсоқ шизофрен диктатордың тепкісіне осыншама жыл көніп отырған орыс халқы әбден коммунизмнің темір тепкісін көрген, өзінің ішіндегі бүкіл ақсүйегі ақылдысынан айырылған, тек топас тобырлары қалған және жағымпаз жалтақтары қалған тобыр қауым екендігін тағы бір мәрте дүниеге әшкереледі. Өздерінен әлдеқайда аз шығыс Еуропаның халқы коммунизмді тарқығып, бұл күнде демократияның дәмін көріп отырғанына қаншама жылдар болды. Ал орыстар 80 миллионнан асса да әлі де шовинизммен, орыстық импершілдік ауруымен ауырып отыр. Дүниені жаулап алмақшы болады. Жер соншама кең болғанымен әлі де дүниенің қызығын көре алмай отыр. Аурумен, арақпен, жоқшылықпен, кедейлікпен құрып жоғалып кетіп бара жатқан орыстардың бүкіл қызының жезөкше болып әлемде жезөкшеліктің ең алдында тұратыны, бүкіл қоғамы қылмысқа батпаққа батқаны, бүкіл жүйесінің коррупцияменен, іріп-шіруменен салданғандығын бүкіл орыстар білмей түсінбей отырған жоқ. Мәселе халықты өрге бастайтын сапалы сорты, сапалы сұрыбы баяғыда қырылып кеткен тобыр халықтың бүгінгі бейшара халі осындай болып отыр. Жағымды жаңалықтарымыз көп болсын, аман сау болыңыздар. Келе жатқан жұмаларыңыз, өткен жұмаларыңыз, келе жатқан құрбан айт мерекелеріңіз қабыл болсын. Аман сау болыңыздар. Құрметпен Серікжан Біләшұлы. Дәл қазір Американың Тексасында таңғы сағат 4-тен 6 кетті, шілденің 8-і 2022 жыл. Ол жақта сіздер, бұл жақта біз. Аман сау болайық.